Нұрлан Дүйсенәлиев 50-ді еңсерген шағында қапасқа қамалды. Ол елімізде сот шешіммен экстремистік деп танылған таблиғи жамағат ұйымының мүшесі. Жасырын пәтерде жақтастарын жинап, заңсыз дағуат жүргізген. Былтыр осы қалада болған, коронавирустың кезінде ғой. Бөлем қайтыс болған ғой. Сол кезде квартирада болғанбыз ғой, таныс балдар бар. Жерлеп келгеннен кейін. Сол кезде кішкене әңгімелер айтылған еді. Қатысты, жаңағы дағуат айтқанбыз бір-бірімізге. Сонымен енді 3 күн, 4 күндей сол жерде болдық қой енді. Таблиғи жамағат ұйымының негізін Мұхаммед Ильяс 1926 жылы Үндістанда қалады. Ізбасарлары 3, 7, 40 күн елді мекендерді аралап, ұстанымдарын насихаттайды. Бұлардың 4 айлық сапарлары Үндістан, Индонезия және Пәкістан елдеріне бағытталған. Нұрлан да Үндістанда жарты жыл жатып, ұйым идеологиясын санасына шегелеп қайтты. Астана қаласының Сарыарқа аудандық сотының 2013 жылғы 26 ақпандағы шешімі негізінде бұл ұйым экстремистік ретінде танылып, оның қызметіне тыйым салынған болатын. Түпкі мақсаты белгілі бір елде халифат орнату. Бұның барлығы соттың шешімінде негізі анықталған жағдайлар болып есептеледі. Бұлар ғылым мен білімге мән бермейді. Қарапайым гигиена қағидаларында сақтамайды. Көшеде кезіккен адамға тап беріп, кәлима айтуын талап етеді. Одан қалды әр үйдің есігін қағып, шырқын бұзады. Таблиғ жамағаттың сол бір кемшіліктердің біреуі, адамдарды дінге шақырамыз деп, керісінше такфир, сәләфит, вахабит секілді діни топтардың жемтігіне айналдырды. Дінге қызықтарды тастатты, кетті. Ол әлгіндей діни саяси топтардың, ұйымдардың құруғына тез ілінеді. Оларды былайша айтқан кезде балықты жағаға шығарып берсе, арғы шетін қуырып жеуді, қалған жаңағы діни ұйымдардың, діни топтардың, ағымдардың еншісіне қалдырып кетті. Сол үшін бұлардың осы үлкен бір кемшілігі болды. 405 бап бойынша қылмыстық іс қозғалды. Яғни сотпен тыйым салынған ұйымның қызметін ұйымдастыру бойынша. Өркениеттен безіп, надандық атты шыңырауға құлаған Нұрлан Дүйсенәлиев қазір тергеу изоляторында. Қылмысын мойындап отыр. Тілімнен таптым ғой, болды. Сол нәрседе. Өзімнің кіден. Мешітке барсын, айтатым да сол, мешітке барына деп. Мешітте имамдар бар ғой, айтатым. Сол айтады. Таблиғи жамағатқа жоламаңыздар. 7 баламнан жырақта болу ауыр деген ол жазада жеңіл болмайтынын сезеді. Бұл іске нүкте қоятын сот жақында басталады.